Барлықтарыңызға сәлем. Ауызашарға сәресіне өте тойымды, ауызда ерейтін осындай бір ет қосылған қаттама дайындайтын боламыз. Енді бұны бір жасап, өздеріңіз дәмін көріп, бағасын өздеріңіз беріңіздер. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ пирог секілді кесіліп жатыр. Енді дәмін айта алмаймын, әрі тойымды болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір міне арасын қараңыздар, осылай болып шығады, қаттама болып. Енді видеоны бастамас бұрын менің каналыма ең алдымен тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 мг суды құямыз. Сосын дәл осындай мөлшерде 250 мг сүт құйып, оған 1,5 шай қасықта тұз қосамыз. Сосын 1 шай қасық разрыхлитель құпсытқыш қосамыз. Егер болмаса, осындай 1 шай қасық ас содасын алып, оған 1-2 тамшы үксіз қосып жеріп, жақсылап араластырып отырып, жұмсақ етіп қамыр илеміз. Қамырды қатты қылып илеп қоймаңыздар. Орташа жұмсақтықта жұмсақ етіп илесеңіздер, пісіретін қаттамаларыңызда сондай жұмсақ болып, ауызда ерейтін, енді керемет пирог секілді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны демалтыруға, тындыруға қоймас бұрын бірден 4 бөлікке бөліп аламыз да, оны әдемілі формаға келтіріп алып, пакетке салып, 1,5 сағатқа тындырып қоямыз. Енді 30 минуттың аралығында біз нанға қосатын ет және де пиязды дайындап аламыз. Мен алдын ала пиязды турап алған болатынмын. Енді осыған фарш қостым. Егер қаласаңыздар, етті майдалап турап, оған кәдімгі қойдың майын қосып жасауларыңызға болады. Мен дайын май қосылған фаршты қолдандым. Осыған 1,5 шай қасықта тұз және де қара бұрыш қосып, пиязды арасын ашып отырып, жақсылап араластырып алыңыздар. Неке біздің етіміз дайын. Енді осын бір шетке алып қойып, деміні алып, тынып тұрған қамырды бір шеттен алып жайып бастаймыз. Қамырды жайған кезде басында ұн қолдандым, кейіннен ұн қолданбай жаюға да болады. Қамырды қатты жұқа етіп жаймаңыздар, немесе қатты қалың болып қалмау керек. Міне осындай қалыңдықта болуы қажет. Себебі қазір біз май жаққан кезде қамырға қатты жұқа болса, қамырларыңызға май сіңбейді, немесе қатты қалың болса да майды өзіне сіңіре алмайды. Сол үшін орташа қалыңдықта мен көрсеткенде етіп жайсаңыздар, сол кезде майды бойына сіңіріп, енді қат батырларыңыз, қаттамаларыңыз керемет тәтті болып шығатын болады. Міне бірінші қамырды біз бір шетке алып қойдық та, енді екінші қамырды жайып алдық. Міне екінші қамырды жайып алған соң, енді осының үстіне ертілген сары майға, сары майдың мөлшері қанша болса, сонша мөлшерде пісте май, кәдімгі сұйық майды қолдандым. Екеуін араластырып жеріп, осылай қамырға жағып шығамыз. Негізі тек қана сары майдың өзін ғана жағам десеңіздер де өз қалауларыңызша. Енді мен қатты майлы болып кетпесін деген мақсатта мен сары майға кәдімгі пісте майды араластырдым. Сол кезде пәтірлеріңіз қатты майлы болып кетпейді. Мінекей, бірінші қамырдың бетіне майды жағып, оған етті осылай жайып шығамыз да, екінші қамырды бетіне осылай жауып жайып шығамыз. Енді осының үстіне тағы да май жағып шығамыз. Май жағып шыққан соң, үстіне тағы да етті осылай бір тегісте етіп жайып шығамыз да. Енді етін қанша көлемде қолдану, салмасын қалай қолдану өздеріңіз енді
фантазияларыңызға қарап жасай бересіздер ғой. Кейбіреулер осының ішіне картошка да қолданады екен. Негізі картошкада қарағанда осындай пиязбен, етпен ғана керемет тәтті болып шығады екен. Міне осылай орап шығамызда енді мынандай шет жағын жабыстырып жеріп, пакетке салып бір жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Енді қалған екі қамырды да дәл осылай қалыңдықта жайып аламыз, май жағамыз. Етті бір тегісті етіп жайып шығамыз. Мінекей. Енді осының үстіне екінші қамырды бетіне жауып, тағы да май жағып, етті бір тегісте жайып шығып, бірінші қамыр секілді дайындап, орап, оны да бір жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін әрбір әрекетімді көрсетуге әрекет жасадым. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне біздің екінші пәтіріміз дайын. Енді жарты сағаттан кейін біз листі дайындап аламыз да, оған астына пергамент қағазымызды төсеп, ең алдымен бірінші қолымызбен жайып алып, сосын қалған бөлігін осылай оқтаумен бір тегісті етіп жайып шықсаңыздар болады. Мінекей осындай қалыңдықта жайып алып, енді осыны бір 180-200 градуста піскенге дейін жарты сағаттың ішінде пісіп шықты. Өздеріңіздің пештің несіне қарап пісіріп аласыздар. Мен бетіне бір жұмыртқаның сарысын жақтым. Ағын қолданған жоқпын, тек қана сарысын жағып, бетін енді вилкамен өзім әдемі болып тұрсын деп осылай қазір узор жасадым. Мінекей, осындай жасап шықтым. Мінекей біздің пәтірлеріміз дайын, қараңыздар. Осындай жұмсақ болып, енді жұмсақтығы ауызда еріп кететіндігі осындай өзінің түрінен айтып тұр ғой, қараңыздар. Осындай үгілмелі, әрі қатпарлы, әрі жұмсақ пирог секілді болып шығады ғой, қараңыздар. Бұның иісін айтсаңызшы, дайын болған кезде керемет, енді өте керемет. Маған енді қатты ұнады, бір жасағаннан ұқсап шығады. Ең бастысы жасап көріңіздер, дәл осы рецептпін. Енді мен астын кесіп көрсетейін. Бұл жерде екі пәтір тұр, ойламаңыздар жартысы кесілді ма деп. Екі пәтір бірін үстіне қойғанмын. Міне бұл екінші пәтіріміз осындай керемет, аралары керемет, бір тегісте болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бастысы бұл өте оңай әрі тойымды ас болсын.